Сәлем қыздар, бүгін өте дәмді болып шығатын графский салат жасаймыз. Ең алдымен қайнатылған картошкамызды ыдысымызға аламыз. Барлығын жайғастырамыз. Бізде осындай тарелка болғаны ыңғайлы. Содан соң үстіне майонезімізді жағамыз. Майонез көп болып кетпесін. Үстіне аздап тұз. Қарабұрыш жақсы көретін болсаңыздар, қарабұрыш сепсеңіздер болады. Содан соң оның үстіне қайнатылған жұмыртқамызды саламыз. Дәл солай үстіне аздап майонезімізді қосып, барлық жағына қасықпен жағып шығамыз. Оның үстіне огурцымызды саламыз. Дәл солай майонезді барлық жағына жағып шығамыз. Майонез көп болып кетпесін, себебі біз үстіне қарабұрышпен аздап тұз қосып жібереміз. Содан соң оның үстіне қайнатылған сәбізімізді саламыз. Мен барлығын осындай кішкентай төртбұрышты етіп турадым. Сіздер де дәл солай жасаңыздар. Үстіне майонез қосып, барлық жағына жағып шықтым. Үстіне сырымызды қосамыз. Дәл солай майонез қосып, барлық жағына жағып шықтым. Тұз, қарабұрыш себуді ұмытып кетпеңіздер. Үстіне помидорды да дәл солай төртбұрышты етіп қостым. Сіздер помидор қоспасаңыздар да болады. Өте оңай салат, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі де өте дәмді болып шығады. Помидордың үстінен колбасамды осылай төртбұрышты етіп турап қостым. Енді барлық жағына майонезді жақсылап жағып шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Мен сәндік үшін анар қолдандым. Осылай анарды барлық жағына қойып шықтым. Осымен менің салатым дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханға әдемі сән беретін салат. Және де дәмі өте керемет болып шығады. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.